Жаңаөзен қаласы Теңге ауылында 3 баладан бруцеллез ауруы анықталды. Олар ешкі сүтін пайдаланған дейді облыстық санитарлық бақылау департаменті басшысының орынбасары. Айтуынша, бұл сарып ауруы қой, ешкі, ірі қарадан жұғады. 22 маусым күні Жаңаөзен қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасынан департаментке Теңге ауылында балалар арасында бруцеллез ауруы анықталғаны бойынша шұғыл хабарлама түскен. Ауру алғашында 2016 жылы туған жеткіншектен талдау арқылы белгілі болған. Мамандар онымен қарым-қатынаста болған адамдардан анализ алды. Нәтижесінде сол үйде тұратын 2020 және 2022 жылы туылған баладан да анықталған. Қазір эпидемиологтар аурудың көзін анықтау үшін жұмыстанып жатыр. Бруцеллез ауруыны зоонозды ауру дейміз, яғни малдан адамға жұғатын инфекция болғаннан кейін біз бұл жерден аса қауіпті инфекция қатарына кіреді. Сол анализ алып тексергеннің қорытындысында біздің үйінен тағы да 2 баладан тағы да сол анализдерінен оң нәтиже шығады, яғни бруцеллез анықтамасы анықталды. Бір ешкінің сүтін алып ішеді екен. Қайдан ішетіні оны нақты айтпай отыр қазір. Білмейміз дейді. Сол енді біз соны анықталамай отыр қазір. Ал бірақ енді бізде ауру науқаста ол диагноз анықтамасы қойылып, емдеу жұмыстары жүріп жатыр. Былтырда бізде тіркеледі, бірең-сараң жағдай тіркеліп тұрады. Бізде енді облысымыз ондай бруцеллез ауруы бойынша қолайсыз облысқа жатпайды.